Mama endi kunja gul шығат, үстің оңнан реттеледі, үстің оңалап, далада жүреді балың домалап, домалап. Өткен күнде көрдің көреріңді, енді алып тауыспасын саған берерімді. Өтпелі ғой алға қарап тұрсаң, өкпелі болуда бұл да бір заң. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Назарларыңызда Мөңнің кезекті сұхбаты. Бүгін бізде қонақта мұғалім, қазақ тілінде рэп оқып жүрген жалғыз қазақ қызы Еңлік. Еңлік, сұхбатымызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Сізбен сұхбаттасып отырғаныма өте қуаныштымын. Сізге тек қана шығармашылық табыстар тілеймін. Сізге қоятын бірінші сауалым, қай жақтың тумасы боласыз? Мен Алматы облысы, Еңбекші қазақ ауданында дүниеге келдім. Бірақ ата-анаммен біз бұларға көшіп, осы жерде ес білгелі көп өмір. Рэп жанрында өнер көрсетуде жалпы не түрткі болды? Осы өнерге келуіңіздегі мақсатыңыз қандай? Түбегейлі рэп оқимын деп ойламадым. Ең бірінші әнім Бипл рэпке ұқсайтын болғандықтан, бәрі маған ол рэп деп айта бастады. Бірақ маған олай көрінбейді. Маған бір жаңа стиль болып көрінді. Бірақ егер басқалары оны рэп деп ойласа, рэп деп қабылдаса, неге ары қарай жазбасқа деп солай жалғастыра бастадым. Ұстаз мамандығы өзіңізге ұнайды ма? Басында шынын айтсам, ұнамайтын. Себебі өзім қалаған универге түспеген болатын, ата-анамның қалауымен түскен болатын. Бірақ мектепке келіп, кішкентай балалармен жұмыс жасағалы бері маған қатты ұнады. Сосын мен өзімнің бітірген мектебіме келдім. Менің мұғалімдерім өте жылы қарсы алды. Жұмыс істеген сияқты өзімді сезінбедім. Бір практика өтіп жүргенде сезіндім. Сондықтан жұмысқа кіріп істеп бастағаннан кейін маған мұғалімдік қатты ұнады. Танымал болғанға дейінгі Еңлік пен қазіргі танымал Еңліктің айырмашылығы қандай? Айырмашылығы жоқ деп ойлаймын. Бұрынғы Еңлікке қарағанда сенімділігім кішкене артты. Сол ғана болса, ондай өзгеріс өзімнен таппадым. Сіз осы Боралдай ауылындағы 17-ші оқу мектепте жұмыс жасайсыз. Сізді мұғалімдеріңіз, әріптестеріңіз, яғни оқушыларыңыз осындай өнер саласында жүргеніңізді біледі ме? Қалай қабылдайды ол кісілер? Иә, білетін. Олар өте жақсы қабылдады. Маған әрқашан қолдау көрсетеді, көрген сайын өздерінің жылы тілек-тілегімдерін білдіреді. Сондықтан мен қуаныштымын. Қазіргі жастарға өтімді дүние шығарып жатырсыз деп ойлаймын. Алдағы уақытта дәстүрлі әндерді орындауға ойыңыз қандай? Дәстүрлі әндер маған өте қатты ұнайды. Ыңғай келіп жатса, әрине қазіргі стильден екінші стильге ауысып кету қиын болады деп ойлаймын. Бірақ ыңғай келсе, болмаймын. Енді заманауи жыршы дейміз ғой, рэперлерді. Заманауи жыршы ретінде алдағы уақытта қолыңызға домбыра алып, рэпті домбырамен қосу ойыңызда бар ма? Өте күшті идея. Ойыңызға рахмет. Иә, мүмкін болып қалады. Қазіргі таңда жастарға өтімді болып жатқан сондай әндеріңіз хит дейміз ғой, жастардың тілінде айтқанда. Хит әндеріңіздің бірін осы жанды дауыста орындап берсеңіз, және сол әннің мәтінінің мағынасын ашып берсеңіз. Мама, енді күнде гүл шығат, тісің оңнан реттеледі, үстің оңалап, далада жүреді балың домалап, домалап. Өткен күнде көрдім көреріңді, енді алды тауыспасын саған берерімді. Өкпелі ғой алға қарап тұрсаң, өкпелі болуда бұл да бір заң. Осы жерде көбісі өтпелі ғой алда дегенді дұрыс айтпайды.
сосын доптың мағынасын түсінбей жатады. Неге далада жүреді баланы домалап деп жазған себебі қазақ тілінде бар ғой, ісін дөңгелетіп алып әкетті деген нәрсе, яғни сөз тіркесі сол мағынаға келтіріп жазған болатын. Балаңда бәрі жақсы болады, ол қайда жүрсе де оның ісі оңалады, сен еш уайымдамай, тек бақытты өмір сүре бер деп мамама бір көңілсіз кезде айтқан сөздер болатын. Мен де осы сұрақта неге бала доп домалап деп бұл қандай мағынада деп керемет. Енді алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Алдағы уақытта бұйырса клиппен ән шығады, шүкір деп аталады. Сонда жақсылық туралы, жастық шақ туралы. Керемет. Енді болашақта сіздің алдыңызда таңдау болса, қай саланы таңдайтын едіңіз? Таңдау болатын болса, музыканы таңдаймын. Себебі ес білгелі кішкентай кезімнен мен осы жолды қатты армандадым, мақсат қойдым. Одан кейін қазіргі жетістігіме шүкір етемін. Өте жақсы. Еңлік сізге шығармашылығыңызда табыс тілейміз, еңбек жолыңызда тек қана еңбегіңіз жана берсін дегім келеді. Алдағы уақытта жастарды қуантып, қазіргі уақытта жастардың бүкіл елдің қалауы болып жүре беріңіз. Әндеріңіз көп болсын. Сізге осындай әдемі тілек айтқым келеді. Бізбен бірге сұхбаттасуға келгеніңізге рахмет. Құрметті әріптес, жаңа толқын ұйымының мүшелеріне қандай тілек айтамыз және өскелең ұрпаққа қандай ақыл кеңесіңізді тілегіңізді айтамыз? Жаңа толқын ұйымына, менің әріптестеріме үлкен рахмет дегім келеді. Біріншіден, мені шақырғандарыңызға. Екіншіден, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Әр күндеріңіз шаттықпен бақытқа толы болсын. Сіздер тәрбиелеген шәкірттеріңіз сіздерге қызығын көрсетсін дегім келеді. Қазіргі уақытта тоқтап қалуға болмайды, тек қана алға жылжу керек. Бір ғана емес, бірнеше мамандықты қатар алып жүруге болатынын көрсетіп жүрген, жас болса да қазіргі уақытта танымал болып жүрген еңлік шығармашылығыңызға табыс тілейміз. Және сізге жаңа толқын қауымдастығының атынан испанның ұлы жазушысы Бальтасар Грасианның сізге ақыл қалта деген даналық кітапшасын ұсынамын. Болашақта өзіңіздің өнеріңізге де, өміріңізге де қолданасыз деп сенеміз. Рахмет сізге сұхбат бергеніңізге. Қадірлі көрермен, осымен сырлы сұхбатымыз аяқталды. Келесі сұхбатта кездескенше аман, сау болыңыздар. People like that, kurun berkiai. People like that, kurun berkiai. People like that, kurun berkiai. People like. I wanna them body, all that, people.